Тұтынған бала, дауамы. Сырт-сыр деген дауыс естілді. Балама ескірді дейіп қуандым. Сырлаған дауыс мен тәреп жүрді. Жақылласқан сайын, әсте жұбандым. Кімсіз деді, жақылласып қасыма. Қарасам қоңысы жігіт азамат, көзі түскен яңлы көзім жасына, тұрғызды үстімді қағып тазалап. Не болды ағажан, не отырыс бұл? Амалық па аға, айтын жасырмаң. Дедім асыраппан, мен жалмауыз ұл. Ер жетіп жағама келіп асылған. Бәрін айттым ішімдегі барыны. Көздерінен тамып маржан жас, өзім әперемен сізге дәріні. Тек жыламаң деді, аға ілтимас. Үйіне апарып төрден жай берді. Үйіміздің төрі сіздікі деді, дәрі дәрман берді, тамақ шай берді. Ғары жаныма тек сол керек еді. Азамат һәм келін әр күн қызметте, ыссы суым аппақ төсегім тайын, арасында көз тастасам үй бетке, жүрегім езілер қараған сайын. Уақыт өтті, қалдым жүдә көлігім. Азаматта бауыр басып қалды дым, жүрегімнен өшкен яңлы мұңлы дық, есеткен соң жақсылардың барлығын. Мен кеткен соң балам көлік мініпті. Ал келінім болса дүкан ашыпты. Екеуі де жүдә дәуран сүріпті, мені қуып кеуілері тасыпты. Қуанышы көпке созылмай бірақ. Сол көлікте авария болыпты. Шалқыған уақытында жанған шамшырақ, жеңіл ғана самалбенен сөніпті. Жүк артылған көлік шығып алдынан. Балам ұрылыпты қатты соңынан, қатты соққы себебінен айырылған. Келін екі аяқтан балам қолына. Тасбауыр емеспен асла балама. Ахуалынан барып алғанма хабар. Тәубе қылдым сонда Алла талама. Әрқандай қылмыс жауабын алар. Екеуіне енді кімлер қарайды? Таслай мекен яки қуып көшеге? Кімнен енді жәрдем қолын сорайды? Өзі созбаған соң әке шешеге. Барып үндемедім көріп халыны. Жүрегім күйініп жыладым іштен. Балам да айта алмай іште барыны. Тамшылаған жасына көзлерім түскен. Қылған қылықлары жалғыз ұлымның жүрегімнен асла өшірмегенмен, кешіргіш едім мен жүдә бұрындым. Бірақ бұл сапары кешірмегенмен. Жалмауыз перзенттің жоқтыр керегі. Жүрегіме салған дауасыз жара, керек жарағымды алып береді. Азаматтай маған тұтынған бала. Азаматты душар қылғаны үшін. Құдайға қыламан дым шексіз шүкір. Қай жерде қылғанман, қате яки шын. Інім білдір деді өзің бір пікір. Құрметпен Алишер Утемуратов.